Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Сіздермен қазір canva.com сайтына кіріп регистрация тіркеу жасайтын боламыз. Ол үшін іздеу бөліміне кез келген, яғни Google болсын, Chrome болсын, Яндекс болсын, canva.com деп жазамыз. Сол сайтқа кіреміз. Және де мен бұрыннан Canva-ға тіркеліп қойғандықтан менде қазір осындай бет ашылып тұр, Фатима деген. Сіздерде басқаша болуы мүмкін. Мен қазір бұл жерден шығамын. Фатима деген үстіне басып, Ф деп тұрған, выйти деп шығамын. Кейін қайта осы Canva-ға тіркелу жолын, және де бұнда бір ай бойы тегін кез келген барлық Canva-ның мүмкіндіктерін пайдалана отырып жұмыс істеу жолын сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін жаңа почта ашу керек болады маған. Неге жаңа почта? Егер сіз бұрында осы Canva-да тіркелген болсаңыз, сізде қайта жаңа почтаңыз арқылы қайта тіркеліңіз. Себебі біз про версияны қоспасақ, бұл жерде бізбен бірге жұмыс істей алмай қаласыз алдағы уақытта. Қазір іздеу бөліміне почта деп жазатын боламын. Почта деп жазып, қазір жаңадан почтаға тіркелеміз. Сіздермен бірге. Егер де почта ашуды білетін болсаңыздар, немесе сіздің Canva-ға тіркелмеген почтаңыз бар болса, онда осы жерді өткізіп жіберсеңіздер болады. Сізде осындай бет ашылады. Одан кейін оң жақта, жоғары жақта регистрацияға басыңыз. Қазір бұл жерде сізге аты жөніңізді, туған жылыңызды барлығын толтыруды сұрайды. Барлығын толтырып, жаңа почтаға атын енгізіп болғаннан кейін, ары қарай почтаға кіріп болғаннан кейін Canva-ға регистрация арқылы жалғастыратын боламыз. Өзіңіздің осы жерге аты жөніңізді жазып толтырасыз. Мына жерге жаңадан почта атын ойлап табасыз. Мысалға, аты жөніңіз, фамилияңыз болуы мүмкін, туған жылыңыз деген сияқты. Ашылған почтаға сізге қазір асты жақта пароль қоюды сұрайды. Пароліңізді қойған ұмытып қалмауыңыз керек. Себебі әрбір Canva-ға кірген сайын, мысалы шығып кеткен жағдайда, сол почтаңыздың паролін теру арқылы кіресіз, сондықтан ұмытпаңыз. Парольді бірінші рет және екінші рет қайталап теруді сұрайды осы жерде. Пароль енгізіп болғаннан кейін создать деп осылай шығамыз. Әрі қарай код сұрайды сізден. Сол кодты тересіз. Қазір бізде почта ашылды. Енді біз Canva-ға кіріп, осы почтаны регистрация дегенге басып, мінеке зарегистрироваться деп тұр ғой, соған басқанда осындай сіздің ат жөніңізді жазасыз. Одан кейін электронный почта дегенге жаңа ашқан почтамды жазамын мен. Әрі қарай паролін жазасыз. Енді міне өзде тұр, начать работу, это бесплатно деп, соған басамыз. Canva-ға біз қазір тіркелдік. Мінеке Canva-ға кіргеннен кейін сізде осындай бет ашылады. Бұл жерде міндетті түрде мән беріңіз. Бірінші тұрған некоммерческая благотворительная организация деген жерді таңдайсыз. Басқасын таңдамай қойыңыз. Біріншісін таңдасаңыз, сол сізге бір айлық тегін қолдануға мүмкіндік болады. Бұл жерді пропустить деуге болады. Оң жақта, жоғары жақта тұр. Енді келесі бізде Canva-ның басты беті шығады қазір.
осындай болып шығып тұр. Жалпы сізге көрсетіп тұр не жасауға болатындығы туралы. Қазір біз мысал үшін логотип дегенге басып, одан кейін қайта артқа шығу арқылы главная страницаға түсеміз. Яғни басты бетке түсеміз, бізге басты бет керек. Қазірге біз бұл жерде жұмыс жасауды қазір көрсетемін. Pro версияны қосып алғаннан кейін жұмыс жасаған бізге тиімді. Мына жерде тұр, міне попробуйте Canva Pro деген, соған міндетті түрде басып, сол нұсқасын қосып алыңыздар Canva-ның. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Осында басыңыздарда бұл жерде шығатыны попробовать бесплатно в течение 30 дней деп тұр. Соның үстіне басыңыздар. Оған кірген кезде сізден сұрайтыны бұл на месяц деген таңдаңыздар. Бір жылға ол $119 деп тұр, ал бір айға $12,99. Әрі қарай басқан кезде далее деп сізден карточкаңыздың номерін барлығын сұрайды. Оны тіркеп жаза беріңіздер. Ол бірден ақша алмайды сізден. Бір айдан кейін бірақ ақша алады. Ол жағынан қорықпаңыздар. Сіздер бір айға дейін карточкаңызды тіркеп қойғанмен, бір айға дейін, мысалға бүгін қосылсаңыз, келесі ай, мысалы 10-ында қосылсаңыз, келесі айдың 10-ына дейін, мысалы 8-і болсын, өзіңіз ұмытпай, жаңағыдай будильник қойып қоясыз ба, Canva-ға осы күн тіркелген деп, 2-3 күн бұрын міндетті түрде кіріп өшіріп тастаңыз. Подписканы отписаться деп өшіріп тастайсыз. Ал қалай отписка жасау керек екенін қазір алда көрсетемін. Енді қазір Canva Pro версиясының және де жай ғана Canva-ның өзінің нұсқасының айырмашылығы неде екенін көрсету үшін сізге осындай бір жаңағы история Instagram деген болсын бір неге кірдім да сізге көрсетейін деп жатырмын. Мысал үшін қазір мен бір загрузка деген жерге кіріп бір сурет жүктеймін де сіздерге айырмашылығын көрсетейін. Кез келген компьютердағы бір суретті алыңыз да осы жерден вставить деп қойыңыз, открыть деп. Бұл жерде менің өзім суретім ашып жатқан сияқты. Жоқ, мына видео сияқты. Кішкене ұзақтау жүктеледі. Күте тұрайық. Мысал үшін қазір осы суретті қостым да, енді қараңыз. Жоғары жақта бізде обрезка деген тұр, обрезка тұр, одан кейін перевернуть, аудару, расположение орны, одан кейін видео болса оның дауысын азайту, қосу. Жалпы бұл функциялар кез келген басқа да Canva емес, тіпті кез келген соткаға жүктеп алған кез келген жаңа приложение де бар. Ал Canva-ның сонда артықшылығы неде болып қалды, Сол үшін Canva-ның Pro версиясын қосуымыз керек. Canva-ның Pro версиясында бізге қажетті суреттің артқы фонын өшіретін және де неше түрлі фон қосуға болатын мүмкіндіктер бар. Сондықтан жаңағыдай тегін мүмкіндікті пайдаланыңыздар, мен айтқан. Ал қазір сіздермен бұл беттен шығамыз. FR дегенге бастым да, выйти дедім. Солай шығамын да, қазір мен сіздерге Pro версиясы қосылған менің өзімнің Canva жұмыс парақшама кіретін боламын. Менде осындай бет ашылды. Енді мен оң жақта жоғары жақтағы F деген нүктеге басамын да, осы жерден настройка учетной записи деген жерге кіремін. Бұл жерде неге кіріп жатырмын? Жаңа айтқандай Pro версияның қалай өшіруге болатындығын осы жерден көрсетемін. Енді қараңыздар, төмен жақта қазір қай жерде тұрады? Мына сол жақта счета и команды деген жер тұр, Сол жерде менде мына Pro версия қосылғаны көрініп тұр. Жаңағы карточкам номері барлығы тұр, Ал асты жақта енді Canva Pro деген следующий счет будет выставлен 14 марта 2021 деп тұр, Соған дейін мен егер де мысалы 14 болса, мен 12 күні Pro версияны өшіріп тастай аламын. Ол үшін мына жақта 3 нүкте тұр ғой, асты жағындағы, соны басып, астында ең соңында отменить подписку деген жерге басамын. Солдан жаңа бір ай болмай отменить етіп тастасам, менен ешқандай ақша алмайды.
келесі айда да басқа почта арқылы кіріп солай жұмыс жасай беруге болады. 1 айдан кейін